Ассалаумағалейкум көпшілік. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы электромагнитный пускатель. Электромагнитный пускатель туралы танысатын боламыз. Электромагнитный пускатель дейтін не үшін қажет, схемаларда ол қалай белгіленеді, және де оның ішкі құрылысы, жұмыс жасау принципі деген сияқты тақырыптарды қозғайтын боламыз. Және де ескертіп кететін нәрсе, бұл видео жаңадан электриканы үйреніп бастап жатқан адамдарға, одан дұрыс хабары жоқ электричестводан енді үйреніп келе жатқан мүмкін студенттер, бір жерде колледжде или университетте оқып жатқан, енді үйреніп бастап жатқан мүмкін самоучкілерге де білуге болатын. Бұл жерде бұдан электромагнитный пускатель туралы білетін адамдарға қажетті видео емес. Бұл білмейтін адамдарға шамам келгенше оңай тілде үйретуге, қазақша тілде, енді ішінде орысша терминдерді қосамыз, енді олсыз болмайын деп тұр. Сонымен танысып өтетін боламыз. Бүгінгі мысал ретінде алып отқан мынандай пускателіміз бар. Осы пускатель туралы қозғайын. Мысал ретінде осы пускательді аламыз. Пускатель дейтін не зат? Оның атауыдай айтып тұрғандай пускатель. Ол пуск жасау үшін керек. Әсіресе асинхронный электродвигательдерді пуск жасауға көбінесе пайдаланады. Бірақ тек ол емес, освещениеден де әртүрлі жарық беретін құрылғыларды, әртүрлі басқа да нәрселерді, производстволарды көп пайдаланады пускательдерді. Кейбір жерлерде оны пускательді дистанционный үшін керек деп айтады, дистанционный управление үшін керек. Бір алыстағы тұрған нәрсені басқа жерден, басқа бір бөлек жерден через пуск стоп дейтін кнопка арқылы басып пускательді жүзеге қостырамыз, жүзеге асырамыз деген қосылады. Қосылған соң оның контактілерінен асинхронный электродвигатель, болмаса да басқа да жарық шамдары, мүмкін станоктар, әртүрлі нәрселер қосылып жасайды. Мынау электромагнитный пускательіміздің схемада кездесетін обозначениелері. Мысалы, жаңағы электромагнитный пускательіміздің мынау катушкасы не напряжение беріледі, кернеу беріледі. Кернеу біздерде 220 бар, 380 бар. Бұның екі түрі келеді, көбінесе екі түрі келеді. 220, 380. Бірақ бұның 24 вольттық түрі де, 12 вольттық түрі де, 42 вольттық түрі, 110 вольттық түрі де болады катушкасының. Бұл дегеніміз, мысалға алсақ, мысалы 380 деп алсақ, бұны ғана фаза А келеді, бір жағына фаза Б или фаза С келеді. Екеуі келген кезде, мына катушкамыз орамға екі жағынан напряжение келген кезде, кернеу келген кезде, бұл жерде магнитный поле пайда болады. Магнитный поле болған кезде катушкасы жабысады. Оны потом қазір қалай жабысатын оны неден көрсетерім. Пускательді ашып-шашып, ішінен қандай процесс болатын жұмыс жасаған кезде. Бұл сол магнитный пускательдің контактілері, силовой контактілері А, Б, С, 3 фаза өтеді. Бірінші өтпей мына жерге дейін келіп тұрады. Мына катушкаға 380 вольт келген кезде катушкасы тартады да, именно силовой контактілері жабысады. Бұл жерде силовой контактісінің ортасына андай сызықтар салып қойған. Бұл белгі береді, что мына 3 контакт бірге қосылады деген. Бөлек-бөлек емес, үшеуі бірге тартылады. Сол кезде 380-іміз мына жерге келіп тұрған, дежурить тұрған жерден дальше кетеді ары қарай. Мынау сол схемаларда, принципиальный схемаларда осы магнитный пускательдің нормально разомкнутый контакты, нормально замкнутый контакты. Бұлар схемаларда кездеседі, өзінің атқаратын жұмыстары бар. Осы контактілердің қасына бұл пускательдің блок контактысы екенін білдіретін осындай қастарына кемдеп жазылып кетеді. Сосын мына пускательді мысалға ретінде алып жатырық.
мына пускатель жаңағы силовой контактілері мына жерде міне А, Б, С жалғанады, потом А, Б, С шығады. Катушкасы бар мына жерде. Мысалы міне катушкасы 380-400 вольт аралығында деп жазылып тұр. 50 Гц. Бір контактісі, содан кейін үстінде екінші жағы бар міне. Мынағына бір фаза беріледі, мынағына екінші фаза беріледі. Сол кезде мынаған екі фаза берілген кезде екі катушкасына ішіндегі орамда магнитный поле пайда болып, мынау тартылады былай, жабысады. Мына жабысады дегендей. Мына бүйтіп ішіне кіріп кетеді. Өсіп кірген кезде мына жердегі 3 силовой контакты замыкать етеді да. Мына жерге келіп тұрған 380 кернеуіміз дальше өтеді. Асинхронный электродвигательге, болмаса тағы да бір бізге қажетті нәрсеге өтеді. Бұл соның блок контактісі, нормально замкнутый, нормально разомкнутый контактісі. Жаңада схемада көрсетілгендей. Бұл тартқан кезде нормально замкнутый контактісі размыкать етеді, нормально разомкнутый контактісі замыкать етеді астында. Жаңа айтқандай электромагнитный пускательіміз біздің для коммутации электроустановок различных цепей мощностей дейді да. Әртүрлі қуат күшіндегі электроустановкадегі нәрселерді коммутация жасау үшін керек нәрсе. Бұл пускательдің бойынан токтар өтеді. Жоғарғы токтар өтеді силовой контактілерінен. Сол себепті пускательдің екі түрі бар. Пускатель дейтін түрі бар, және контактор деп екіге бөлінеді. Контакторлардың айырмашылығы пускательден дәл сондай оның катушкасы болады, дәл сондай оның блок контактысы болады. Нормально замкнутый или нормально разомкнутый. Және де оның силовой контактілері более мощный болады. Оның үстінде более жаңағыдай жоғарғы токтар өтеді оның бойынан, жоғарғы токтар. Сол себепті контакторлер мен пускатель мен контактордың айырмашылығында контактор дейтін дәл сондай, просто оның бойынан жоғарғы токтар өтеді. Жоғарғы токтар өтетін болған соң, оның силовой контакт жақтарында дугогасящий камералар болады. Қатты жоғарғы токтарда коммутация болған кезде, жабысқан кезде контактілер, сол кезде искра шығуы мүмкін, сол искраларды басу үшін сондай дугогасящий контактілері, еще контакттың өзі контактілері мықты болады, жоғарғы токқа арналған болып. Сонымен бөлінеді, атак екеуі де жұмыс жасайтын қызметі бір. Просто біреу более кіші токтарға арналған, біреу жоғарғы токтарға арналған. Мынау жаңағы біздің мысалға алған пускательіміздің образеці, міне мысалға алған. Осыны бүйтіп ашқан кезде, жаңа басып көрсеттім ғой мен. Мынау ашылған кезде міне көрініп тұр, өзінің губкілері бар мынандай. Мынаның катушкасіне 380 барған кезде, катушкада орам ғой, орамда магнитный поле пайда болады. Магнитный поле болған соң, бұл магнит өзі тартады бүйтіп. Тартқан кезде, көріп тұрғандай, А, Б, С деп келіп тұрған үш фазыңыз мына жаққа қарай өтеді. Бірінші мына жерге дейін келіп, мына жерде жүртіп тұрады, мына жерге дейін келіп, өтейін деп тұрады. Мына жерге катушкасынан кернеу келгеннен кейін магнитный поле пайда болып, тартқан кезде контактілері жабысып, и дальше ары қарай бізге қажетті нәрсеге 380-іміз кетеді. Міне соның нормально разомкнутый контактісі жұмыс жасамай тұрған кезде тоже не істеп тұрады, ажыратылып тұрады. Катушкасіне ток келген кезде, силовой контакттар замыкать еткен кезде, ол да замыкать етіп, мына жердегі нәрсеміз шығады. Бұны соңыра түсіндіріп айтам, қай кездерге керек болатыны. Бұлда да мына жерге мысалы кернеуді әкеліп қойсақ, мына жерде тұрады. Катушкасымыз тартқан кезде нормально разомкнутый контактымыз замыкать етеді. Ал мына жерде мына үстіңгісі размыкать етеді. Бұның контактісі енді мына крышкасының ішінде тұр, міне. Бұл наоборот постоянно замыкать етіп тұрады. Замкнутый положениеде тұрады.
бұл жабық тұрған кезде мынада тұрған контактілер мынаған тиіп тұрады да, постоянно замкнутый тұрады. Бұл жұмыс жасамай тұрған кезде, наоборот, бұл жерге келіп тұрған кернеу өтіп тұрады. Мынау жасаған кезде ғана мына жердегі кернеу ажыратылып, ажырап қалады дегенім ғой. Сол бұны да қашан қай кезде керектігін сосын схемаларда қарайтын боламыз. Енді дальше мынаның ары қарай астын көрейік. Астын мынаны бүйтіп ашам. Міне. Ішінде оны бүйтіп қайтарып тұратын пружинамыз бар. Мынау біздің катушкамыз, орамымыз. 380-ге арналған. Мына жерде міне сымын шыққанда мынаның ішіне кіреді да, мынаның ішінде орам оратылады. Орам оратылып, мына жақтан шығады. Бұл орамның начало мен конец болады, өзінің бастапқысы мен соңы. Мына жерден сым басталса, мына жерге мына жердегі нәрсеге оралып, соңы мына жақтан шығады. И бұл орамға кернеу берсек, бұл жерде магнитный поле пайда болады. Бұның ортасында магнитный поле пайда болады мына жерде. Бұл жерде неше орам екенін білмеймін енді, мен қазір қанша орам бар екен. Мына советский пускательдерде жазылатын еді, неше орам. 3000 орам бар, 5000 орам бар, 8000 орам, 12000 орам деген сияқты болып жазатын еді да. Мына шетелскийлерді қазір жазбайтын болған. Бұл мынаға міне мынаның ішінде мына ішінде катушка тұрды ғой, катушкасын бөлек шығарып қойдым. Бұл жердегі нәрсе міне бұл темір. Бұл астындағы да темір. Мына ортада катушка тұрды ғой, мына жерде катушка тұрады ғой, орам. Екі жағынан кернеу берілген кезде бұл катушкада магнитный поле пайда болып, мына статичный тұрған темірге мына темірді тартады. Магнит болып жабысады. Мынаған жабысады. Өйтіп тұрған нәрсе катушкада магнитный поле болған кезде жабысып қалады да. И напряжение, жаңағы кернеу кеткен кезде катушкасынан мынау қайтады. Мына пружин арқылы. Пружин оны қайтарып итеріп жібереді. Сондай нәрсе міне мына пускательдің ішкі құрылысын өстіп көрсетіп атқан жайым бар. Осындай схема сызғаным бар. Міне ABC біздің кернеуіміз және 0. SF деп схемаларда көбінесе автомат белгіленеді. Дәл осындай болып схемаларда белгіленеді автоматымыз, автоматический выключателіміз. Дұрыстап айтқанда. Автоматический выключатель дегеніміз автомат түрде өзі айырылады деген сөз ғой. Егерде бұда бір нәрсе болса, бір нәрсе деп тұрғаным короткое замыкание болса, қысқа тұйықталу. Және екінші, бұл автоматический выключатель екі защитасы бар. Екі защитамен ғана айырады бұл қысқа тұйықталу кезінде және де перегруз кезінде. Мына автоматты қосқан кезде 380 кернеуіміз мына жерге пускательге келеді. Пускательдің міне мынандай қылып схемада сызып қоршап қойдым. Себебі бұл контактілер пускательдің ішінде болады деген сөз ғой. Сыртында емес, ішкі жаңағы видеода көрсеттім ғой, ішінде қалай контактілер жабысатын. Сол ішінде тұрғаны, үшеуі бірге жабысатынын көрсетіп қойғам міне. Сосын пускательіміз тартып атса, электродвигателімізге 380 вольт келіп, асинхронный электродвигателіміз жұмыс жасап, біздерге керекті суды, болмаса насос болады, бұл дейтін станок болады, бұл дейтін лифттің ішінде тұрады, көп жерде пайдаланатын электродвигатель, бұл дейтін электродвигатель. Білмейтіндерге айтып атқам. Электр энергиясын қозғалыс энергияға айналдырады. Тағы да схемаларды көрсетейін сізге. Енді пускательдің схемасы деп аталатын бір пускательдің схемасын көрсетем сізге қазір. Поясняющий принципиальный схему пускателя. Мына жерде түсіндіріп кетейін. Автомат трехполюсный, автоматический выключатель трехполюсный. Схемада SF деп белгіленеді.
бірақ біздерде схема бойынша екі автомат болған соң, біреуіне SF1, ал біреуіне SF2 деп автоматический выключательдерге атау бердік. Оның контактілері болады 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бірінші А фазасы бірге жалғанады да, автомат қосылған кезде екіден шығады. Деген сияқты қылып, өзінің контактілері атауларын бердік. Атауларын бергеннен кейін бұл силовой автомат. Мына жерде двигательге баратын, электродвигательге асинхронный. Так, бұл жерде одан кейін барып, бұл автомат орнатылады. Бұл силовой цепте қысқа тұйықталу болған кезде, болмаса тағы да екінші защита бойынша перегруз болған кезде ғана бұл автомат айырып кетсін деп осы жерге автомат орнатамыз. Одан кейін цеп управлениеге, осы пускательдің управляющий цепі, сол цепті управлять еткенге бұл жерге де тағы автоматический выключатель қойып кетеміз, бірақ тога аздауын қойып кетеміз. Бұл автоматты қойғанымыз, бұл цепте қысқа тұйықталу болған кезде, бұл защита болып айыру үшін. Бұл қойылмаса, бұл жерде қысқа тұйықтау болған кезде, қысқа тұйықталудың салдарынан мына жердегі проводка күйіп өртену мүмкін. Так, бұл жердегі схемада тағы бізде көрсетіп отқан, пайдаланып отқанымыз кнопкаларымыз бар. Стоп кнопкамыз, пуск кнопкамыз. Схемаларда SV деп белгіленетін болады. Бізде екі кнопка болған соң, біреуіне SV1, біреуіне SV2 деп беріп кеттік. Атау. Әр кнопкада да өзінде сандары бар. 1, 2 контактісі, 3, 4. Яғни мына жердегі фазымыз мына жерге келеді. Автоматты қосқан кезде замыкать етіледі. Фазымыз мына жерге келеді. Замкнутый контакт болған соң сразу өтіп кетеді да, мына жерге келіп тұрады дайындалып. И мына жерге де кернеуіміз келіп дайындалып тұрады. Мына контактілер қосылған кезде ғана мына жердегі келіп тұрған кернеуіміз дәлше кете алады. Бірақ мына жерде стопқа келеді, пускқа келеді да, пускте де біз SV2 дейтін кнопканы пайдаланамыз. Бұл разомкнутый контакт. Кнопканы басқан кезде кернеуіміз, мына жерге келіп дайын тұрған кернеуіміз кнопканы басқан кезде дәлше кетеді, мына жаққа барады. Так, дәлше барады. Мына жерге келгеннен кейін, мына бетінде 380-нен банағы катушка бар ғой, пускателіміздің. Пускателіміздің катушкасы міне 380-ге арналған, 380-400 вольт. Бір жақ обмоткамыздың, катушкамыздың, орамымыздың бірін началосы А1, мына жағы А2. Бұған 380 берген кезде бұның катушкада магнитный поля пайда болып, ішіндегі манағы көрсеткенде екі темір бір-біріне тартылады да, жабысады. Міне, бір жағына, А2 жағына бір фазаны беріп қоямыз. Екінші фазасы А1-ге. Бұл дейтін автоматтан өтіп, стоптан өтіп, пускке келіп дайын тұрады. Пускті біз басқан кезде дәлше өтеді да, міне жерге фазымыз келіп, мына катушке бойына тоқ жинайды да, магнитный поля пайда болып, мына сызықтар арқылы мына контактты пускательді тартқызады деп тұр. Пускатель тартқан кезде 3 контактісі тартылып, бұл жерге келіп, мына автоматтан напряжениеміз келіп, кернеуіміз келіп, мына жерге келіп, дежурить етіп дайын тұрған кернеуіміз, мына контакт қосылғаннан дәлше двигательге барып, двигательге 380 толық кернеу барып, өзіне керекті двигателіміз іске қосылады. Мына катушка тартқан кезде, КМ катушкасы 380 тартылған кезде, мана көрсеткендей пускательдің астыңғы контактісі 0304, үстіңгісі 91-92. Үстіңгіміз біздің нормально замкнутый контакт, нормально замкнутый контакт дейтін бұлай белгіленеді. Ал астыңғымыз нормально разомкнутый контакт. 0304 деп белгілеп кеткен, астыңғысы неште. Мынау және арғы бетінде. Олар нормально разомкнутый контакт міне. Яғни пускательге напряжение кернеу барған кезде, тұйықталып мынау тартылған кезде, мыналармен бірге мынау да тартылады. Значит, бізде напряжениеміз келеді, автомат қостық, стоптан өтіп кетеді, пускке келіп дайын тұрады, пускты кнопканы басамыз, напряжение келеді, катушкаға келеді, мына бетіне итакта келіп тұр. Екінші фазасы пускателіміз магнитный поле пайда болып, мына контактілері тартылады, контактілері тартылған соң мынау да тартылады да, мына жердегі өтіп атқан кернеуіміз бар ғой, мына жерге де келіп өте алмай тұрды ғой,
мынаған өтеді да, мына контактісіне өтеді да, и мына жаққа келіп тұрады. И содан кейін біз кнопканы басып тұрып жіберген кезде мынау арқылы мынау жабысып тұра береді да, сол аймаймен қатып қалып қояды. Мына жерге кернеу тұрақты келіп тұрады. Тұрақты келіп тұрған соң магнитный полясы пайда бола тұрып, мынау жабысып тұра береді. Пока біз мына цепті разрывать еткенге дейін. Бұл цепті қалай разрывать етеміз? Стопты басып қалған кезде мына жердегі цеп разрывать етеді. Нормально замкнутый контактымыз нормально размыкать етеді да. И мынаның катушкасіне кернеу бармай қалғаннан кейін магнитный поля пайда болмай қалады. Мынау орнына қайтып ажырап кетеді. Мынау да ажырап кетеді да. Тұрақты кернеу мынаған через мынау арқылы бара алмай қалады. Мына жерде тұрақты кернеу келіп тұру керек еді через блок контакт арқылы. Түсіндіңдер ме? Бұл жердегі автоматтарда енді мынандай автомат пайдалануға болады. Кішкене енді ластауын тауып қалып едім. Автомат, однополисный автомат. Қосамыз, айырылады. Мына жерінде дұрыстап қарасаңдар, ой. 1-2 дейтін контактісін көрсетіп қойған. Мынау 1 ватт, мынау 2 ватт. Міне, 1-2. Мынандай пуск стоп кнопкамыз бар. Бөлек-бөлек деп ат, мына енді мына жердегі біздегі исполнениесі екеуі бір неде тұр. Пуск кнопкасы бар, стоп кнопкасы бар. Пуск кнопкамыз міне жасыл. Мына бетінде жасыл тұр міне. Астында да жасыл. Басқан кезде жасыл қозғалып тұр, көрдіңіз бе? 3 пен 4 деп жазылған, байқасаңыз. 3 пен 4 деп пускке қойып кеттім. 3 пен 4. Бұның ішінде разомкнутый контакт тұрады, суретінде де көрсетіп қойған. Дәл мына суреттегідей разомкнутый контакт кнопканы басқан кезде ғана замыкать етеді. Ал қызылда, наоборот, бұл да қызыл міне. Бұлда наоборот енді схемасы мына бетінде қалып қойды. Бұлар замкнутый контакт размыкать етеді. Сол арқылы мынаны пайдалануға болады. Егер де қызық болса, бұны проводкамен жалғап бере алам. Тоже жұмыстың жасауын көрсете аламыз. Қызық болған болса. Және де тағы да айтып кететін жайт бар. Кейбір нелерде біз мына пускательдерде мына схемалар көрсетіледі, схемасы көрсетіледі. Замкнутый контакттың, разомкнутый контакттың мына жерлерде қапталдардың схемасы көрсетіледі. Енді мына жерде бізде схемасы көрсетілмеген, негізі болатын еді. Схемасы көрсетіледі. Мысалы 91-92 дейтін мынандай контакт, 03-04 дейтін типа замкнутый контакт, разомкнутый контакт деп көрсетіледі. А егер де ондай схемасы болмаса, табу үшін мынандай тестерлер болады. Біз енді жұмыстағы тестер, флюк дейтін. Тестерлерде енді білмейтін адамдарға айтып жатырмын енді. Прозвонка дейтін нәрсе бар. Ондайға қояды. И екі шөпті бір-біріне тигізсең, шиқылдайды мынандай болып. То есть біз цепті замыкать етеміз. Замкнутый цеп шиқылдайтын болады да. И мыналарды тексеруге болады, мысалы. Мына неден? Қазір. Мен бір қолмен ыңғайсыз болып жатыр. Мысалы, мына замкнутый контакт. Пускатель жасаған кезде размыкать етеді. Пускатель қайтып орнына айырылған кезде замыкать етеді. Ал астыңғысы нормально разомкнутый контакт. Разомкнутый тұрады нормальный кезде. Но нормально разомкнутый тұр. Кәс. Егер де бұл ыңғайсыз болған. Құдай-ау. Міне, мынау нормально разомкнутый контакт астыңғылары. Нормально тұрған кезде разомкнутый болады, ал жұмыс жасаған кезде замыкать етеді. Содан оған нормально разомкнутый контакт деп атайды. Разомкнутый. Нормально тұрған кезде разомкнутый. Мынау нормально замкнутый контакт. Нормально тұр қазір. Дым жұмыс жасап тұрған жоқ, просто нормально деп атауы, просто жұмыс жасамай тұрған кезде замкнутый контакт. Айырылады. Сол. Біреулер атайды да, открытый контакт, закрытый контакт дейді. Разомкнутый контакт,
замкнутый контакт дейді. Әркім әртүрлі айтады. Негізі кітап бойынша нормально замкнутый контакт, нормально разомкнутый контакт деп айтып үйрену керек. Схемаларды да дұрыс белгілеп білу керек. Нелерді де сөйтіп, кнопкалерді де сөйтіп жаңағыдай қылып біліп алуға болады. Жасылға біздің тестеріміздің щупын тигізіп, жасыл басқан кезде тыңылдаса нормально разомкнутый контакт, а мынау қызыл стоповый постоянно замкнутый болып тұрады. Біз жаңағыдай қылып щуппен тексерген кезде өзінен шыңқ деп шыңылдап тұрады да, ал стопты басқан кезде размыкать етеді, шыңылдамай қалады. Сөйтіп кнопкалерді де тексеріп алуға болады, жасайтын жасамайтын. Соңына келсек, сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл видео негізінде неден пускатель туралы дым білмейтін адамдарға түсірілген видеода. Арнайы пускатель зат, ол қандай жерлерде пайдаланылады, оның схемаларды қалай белгіленеді, оның іші неден тұрады деген сияқты қазақша видео интернетте болмағандықтан салып атқан жайым бар. Көп адамдарға көмегі тиеді деп ойлаймын. Көбінесе жаңа студенттер, себебі студенттер колледждерде, университеттерде оқып жатырады, оның түрін көрмейді. Қазіргі кездерде университеттерде или жаңағы нелерімізде, колледждерімізде стендтер тұрады. Пускательдің схемасын көрсетіп қояды, и стенд тұрады, стендте какой-то бір проводкалер тұрады, сол проводкалер тесіктерге тығады, и адам, ол бала өзі не үйреніп жатқанын өзі де білмейді, дым түсінбейді. Сол себепті осылай көрсетіп жатқаным. Ал оның проводкамен қалай жалғанғаны, мана мен схемада көрсетілгенде қалай проводкамен жалғанғаны, ол интернетте басқа да видеоларда көп деп ойлаймын. Білмейтін адамдарға түсіндіріп жатқаным мен видео көмегі тиеді деп ойлаймын. Енді егерде бір жерлерінде қателіктер кеткен болса, или бір айтып жатқан сөздерінде бір қателіктер кеткен болса, кешірім сұраймын. Бұл менің ең алғашқы видеом болған соң осындай қылып түсіріп жатқан жайым бар. Жақсы, рахмет. Каналыма подписаться етесіңдер, нравится басыңдар. Рахмет.